Арай мен Ерболдың үйлену тойы қарапайым болғанымен ерекше жылы әрі жүрекке жақын өтті. Жас жұбайлар бақыттан бал-бұл жанып тұрды, ал қонақтар олардың шынайы махаббатына сүйсіне қарап, күлімсіреп отырды. Бірақ бұл қуанышқа ортақтаса алмаған жалғыз адам енесі Марина апай еді. Бастапқыдан-ақ ол келініне суық қабақ танытты. Оған Арай тым қарапайым, кедей отбасынан шыққан қыз болып көрінді, әрі өз жалғыз ұлына лайықты жар деп санамады. Арай барынша тырысты. Тойдан кейін олар уақытша пәтер жалдауға ақша үнемдеу үшін Ерболдың анасының үйіне көшіп келді. Арай тамақ әзірледі, үй жинады, Марина апайдың көңілінен шығуға барын салды. Бірақ не істесе де, бәрі ұнамайтын. Бірде сорпаны дұрыс тұздамады, бірде ыдысты дұрыс сүртпеді, енді бірде қалай болса солай қарайды деп мін тақты. Енесі әр мүмкіндікті пайдаланып, ұлының көзінше Арайды төмендетуге тырысатын. Ал Арай үнсіз шыдап, ешкімге шағымданбады. Ол мейірімнің ең суық жүректі де жібітетініне сенетін. Бірнеше ай өтті. Марина апайдың туған күні келді. Арай бар ықыласымен торт пісіріп, бөлмені безендіріп, енесіне бұрын ұнайтын гүл шоғын да алдын ала дайындап қойды. Қонақтар келер кезде бәрі дайын еді. Ербол әйелін мақтап, «Жарайсың, Арай, қатты тырысыпсың» деді. Алайда қонақтар дастарханға отырған сәтте Марина апай бәрін орнына қоюды жөн көрді. «Құрметті қонақтар» деп бастады ол бокалын көтеріп. «Келгендеріңізге рахмет. Ұлымның үйленгеніне қуаныштымын. Әрине, мен оған бұдан да лайықты жар тілеген едім, бірақ амал не, махаббат соғыр дейді ғой. Арай қарапайым қыз, үй шаруасындағы адам, ерекше қабілеті жоқ, бірақ ең болмаса жақсы ана болар деп үміттенемін». Бөлме іші бір сәтте тым-тырыс болып қалды. Қонақтар бір-біріне қарап не айтарын білмеді. Арай басын төмен салып отырды. Ербол да қатып қалғандай үнсіз қалды. Біреулер ыңғайсыз жымиып, енді біреулер ұялып қызарып кетті. Бірақ ең күтпегені бөлменің шетінде үнсіз отырған, қарапайым да жинақы киінген әйелдің әрекеті болды. Бұл Арайдың анасы, Гаухар апай еді. Ол сирек сөйлейтін, бірақ осы жолы орнынан тұрып сабырмен: «Бір-екі ауыз сөз айтуыма бола ма?» деді. Барлығы соған бұрылды. Марина апай мысқылдай күліп: «Әрине, айта беріңіз» деді. Гаухар апай үстелге жақындады. Дауысы жай ғана шыққанымен онда ерекше күш бар еді. Бөлме қайтадан жым-жырт бола қалды. «Сіз дұрыс айтасыз, Марина апай. Менің қызым қарапайым. Ол Астанада оқыған жоқ, қымбат бренд киім кимейді, өтірік мақтануды білмейді. Бірақ ол бала кезінен қамқорлықтың не екенін білді. Әкесі ауырғанда ол небәрі 12 жаста еді. Мектептен кейін күн сайын үйге жүгіріп келіп тамақ жасап әкесіне укол салатын. Мен 3 жерде жұмыс істеуге мәжбүр болғанда інісіне қарауды да сол мойнына алды. Бізде ақша көп болған жоқ, бірақ үйіміз әрдайым жылы еді. Себебі онда мейірім бар болатын. Менің қызым сүйе біледі, бұл оның ең үлкен байлығы». Марина апай қабағын түйіп кекесімен жымиып: «Әркімге өз баласы жақсы ғой» деді. Бірақ Гаухар апай оған назар аудармады. Ол енесінің көзіне тура қарап: «Сіз басқа келін тілегеніңізді айттыңыз. Бірақ мен бір нәрсені айтайын, сізде Арайдағы қасиет жоқ. Сізде бәрі бар, жайлы үй, есейген ұл, денсаулық. Бірақ мейірім жоқ. Ал менің қызым сіздің үйіңізге ашық жүрекпен келді. Ал сіз сол жүректі басынан бастап сындыруға тырыстыңыз. Неге?» деді. Жауап болмады. Бөлмедегі тыныштық одан сайын ауырлай түсті. Тек Арай ғана жайлап басын көтерді. Көзінде жас бар еді, бірақ бұл жолы ол ауырсынудан емес, мақтаныштан туған жас болатын. Анасы оның ешқашан айтуға батылы жетпеген сөздерін айтып берді. Қонақтар үнсіз қалды. Біреулер көз жасын білдіртпей сүртіп отырды. Тіпті Ерболдың өзі не айтарын білмеді. Ал Марина апай болса теріс қарап тас қабақ күйінде үнсіз отырды. Сол кеш өзгерістің бастамасы еді.